Сәлем бердік баршаларыңызға. Бүгінгі ою мінекей тағы да шаршы менен басталып жатыр. Құрақ көрпелерге арналған дөңгелек ою. Бүгінгі оятын ою мінекей әдеттегідей бейнеден қарап атсыздар. Қалай бүктеу керектігін шаршы етіп қағазды қиып алып, кәдімгідей осылай бүктедік. Мен енді алдыңғы видеоларымда да үнемі айтып жүрмін. Жалпы қарындашпен түсіріп аламын. Алдымен енді маркермен сізде, фломастермен сіздерге сызып көрсету үстіндемін. Бұл оюда жаңағы айтып отқанымдай дөңгелек ою төр көрпелердің ортасына кірістіруге әбден жақсы сәйкес келетін сәнді ою болмақ. Қымбатты көрермендер, енді каналыма тіркеліп кетіңіздер. Оюлар туралы, менің оюларым туралы қарап отырғыларыңыз келсе, мен әр жолы осылай оюлардың түрлерін салып отырамын. Сол оюларды көрулеріңізге мүмкіндік туады. Каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Мінекей сызу барысы, сызып жатырмын. Өтте сәнді шығады бұл оюда. Жаңағы тұйық жағын өзіне қаратып, содан кейін барып сызып бастадым. Мұның ішкі бөлігінде, сыртқы бөлігінде қолдануға болады. Мінекей оюдың денесі дайын болды. Толық денесі. Енді каналға тіркеліп кетіңіздер, жазылыңыздар.